Кырылган юрек. Муэллиф Севиль Карашай. Сейтхалил Картбаба газетаны элинде тутуп, башында бийлеген түрлүү ой түшүнчелерини тертипке кетирмек истегенин, ичде ашыкмадан элиндеки таячагынын ерге таяна арада бір ось башына сомурданарак эвине кетмекте. 80 жашыны толдурган Картбабанын узун омур жолу кечмиштеки агыр жыллар көзү огунде насылдыр фильмнын левхалары киби бирер жанланалар. Орталыкта жүз берген вакыялар юрегini сыка. Сонсыз кайгылар багырыны яка. Артык ич бир шей, күнештин сачкан алтын нурлары да, барде ачылган тазе гүллер де юрегине теселли бере алмай. Бирден Сейтхалил Картбаба элиндеки газетага бакып, оны да катты сыкты. Энди эвине де келип чыкты. «Ниаят келдиңби, баба? Мен беледим, жолда кеткенде йыкылып калдың», деп мырылданды оглу бабасыны босагада көрүп. «Я бу не? Кене сенин татар газеталарың? Олган акчаны бошуна масраф этесиң». Сейтхалил Картбаба оглунун гафил көзлерине бакып, эйжанланган алда: «Бүгүн жума, намазны калдырмак олмай. Билесиң керек олса 2,10 километр кадар жаяп кетерим. Аллахнын истеги олса, жолда калмак бир шей дегил. Ама жамеге илле бармак эр бир мусульманын боюн боржудур. Бу газета исе». Карт адам агыр көкүс кечирди. Бу газета тилимизни саклап калды. Onun кадрины окуган адам билер. Медиевлернин корандасы Кырымга 2000-сенеси кайтып келди. Bundan evvel Өзбекистанда яшаган коранданын эви де, казанчлары да буюк эди. Корантада ватанперверлик бар, ама эпсинде дегил. Тек Сейтхалил Картбаба ве onun омур аркадашы Назмие апте, фикир ве түшүнчелерде эп Кырым давасынын яшайлар. Оларнын оглу Жафер исе Кырымга көчмектен не кадар баш тартса да, бабасы өз сөзүндө о кадар да катты турайды. Ниаят Жафер Кырымда ана бабасындан айры яшажагына эмин олган сон, бираз йымшады. Ахыр сону көчмеге де разы oldu. Yüce Rabbimiz minnettar olmagan kullarını sevmey deyiler. Kırımda da Жафер ана babasına istegenleri gibi dedelerden kalma eski koy evçigini satın aldı. Өзү ise ailesinin paytaxta yerleşti. Böyle etip 1-2 yıl sürdü. Ama baş yazısını көз көрер. Yarımadada yaxşı başlagan biznesi ket-kete tolusının battı. Ve o ana babasının yanına kaytmağa mecbur oldu. Назмие картана вакыт олганы кеби акайына оңайтлы отурмага ярдым этип, ичмеге де бир бардак суу кетирди. «Газетада не язалар шу?» деп сурады о яваштан. «Да, билмейм», жевапланды Сейтхалил ага. «Кене Украина, Русия, Кырым мунасебетлери акында болса керек». Шымды хаберлерде кене Кырымнын Русияге кошулажагын айттылар. Шундан сон не олажак алымыз? Не вакыт о мемлекеттен яхшылык көрдүк те шымды көрежекмиз. Эң эсасы ватандамыз, деделеримиздин топрагында. Бизге бирев бир шей десе де акыйкат биздин тарафымызда. Сызын акыйкатыңыз кимсеге керекмей, деп кестирди одага кирген Жафер. Русия аскерлери Кырымда юре, орталыкны басып алдылар. Демек яхшы бир шей олмайжак. Соңки вакыялар биз кимсеге керек олмаганымызны көстөрдү. Мындан кетмек керек, весселям. Биркач айнын ичинде илк кере Сейтхалил Картбаба өз оглунун сөзлерине даянамады. Элиндеки бардахны шап этип маса устуне койду. «Сус, агзыңны капат», деди о ве одасына кетти. «Айтма эле оглум, биз мындан кайда кетежекмиз? Бу биздин топрагыбыз», аглап башлады Назмие картана. «Бу топрак тек сөзде сизин топрагыңыз. Керчекни айтажак болсак, оны Кырым татарларга кимсе багышламады ве багышламайжак. Пек кыйметлидир бу ер. Сизин айткан урф-адетлер, анянелер кимсеге керекмей. Яшларга бакыңыз. Олар бу акта түшүнелер деп белейсиңизми? Энди эркес озуну куртармак пешинде». «Ама оглум, референдумдан сон бесе беле Кырым Русияге кошулур. Демек мындан кетежекмиз». Бутун кеже Сейтхалил Картбаба көз юмуп оламады.
Оның ақлына чешет түрлі фикерлер. Де Джафернің инелі сөзлері, де севімлі деңізі келейді. Қайғы есе бұйық қасырға кебі юрекні қаплап, оны да күчлүже сықайды. Бір қач күнден соң референдум нәтижелері бұтын дүнияға илан етілді. Қырым башқа қолға тұшты. Иш іштен кечті, Аллахның имтияны, ләчаре. Медиевлерінің евінде ич кімсе лаф етмеге істемейді. Қартлар бірі-біріне бақып, оғлы чықарajақ үкіміні мына-мына ешітмеге азырланайдылер. Бір күн Назмие қартана текеш ішлерінен оғырашқанда, озыны ярамай дуйды. Юзі ақ кесілді. Келінлері София сессіз солықсыз одадан чықып, оның әр күн içtігі илачларыны кетірді. Қарти яваш-яваш озыне келді. Екінші күні Сейтқалил Қартбаба оғлының елға жидді азырланғаныны көріп, оңа: «Бұны япма, оғлым. Мені тамырларымдан айырма. Бұңа даянамам», деген кебі бақты. Шу даққасы Аллахқа ялварып еллеріні көтерді. «Я Раббим, бізні бұ белалардан қорчала», деді. Джафер бұны абайлап, өзіні қолайсыз дүйіп, біріне телефон ачажақ кебі тез-тез одадан шықты. «Қартбаба, я не үшін битам ағлай? Сіздің де кейфіңіз yok. Ер-ерде Қырым Русияге қошылды дейлер. Не үшін бөйле ола?» деп сорады 10 яшындаки Азиз. «Шымды мен саңа рухен күчлі, адалетлі, ич бір шейден қормаған Қырым татар халқымыз ақында икәйе етерім», деп көшеде тұрған патефонға яқынлашты Сейтқалил Қартбаба. Ескі хал қаваларының пластинкасыны қойып, торыныны тізлеріне отыртты. Ве Қырым ханлығы, жесүр қараманларымыз, эрбапларымыз, женг, сүргінлік, авдет, милли әрекет ақында бірер-бірер ғурур ве ефкярнен айтмаға башлады. Эртесі күні Джафер евге келіп, ажимасыз хаберні илян етті. Қарар алынды. Айле әр шейні бұрақып севімлі ватанны терк етмелі. Қырымнен еллар же бағланған қави епні бір кереден үзіп атмақ керек. «Беклемеге олмай, чүнки yollar қапатыла. Ярын не олажағы белі дегіл», деді Джафер. Сейтқалил Қартбаба пенжереге бақты. Көзіне дедесінден қалған ескі дүт тереге илешті. О ерінден сычрап таячығынен салламаға башлады. «Олмас, мен мұндан кетмейжем. Халқымның башына келгені іч бір ақылға сығмас, іч бір китапта yazылмас. Еждатларының шаны үшін, оларның ады үшін мен мұнда қалажам. Мен мұнда қалажағым, бұ ерлерінің бекчісі олажағым. Бұ ярым адада сонки Қырым татар олып қалсам біле кетмем. Білем, сен Қырымны іч бір вақыт севмеген едің, оның қиметіні білемедің. Бұнда мен қабатлым. Қабатлым, язық, юрегіне ватан sevgisini ашлап оламадым, ама насыл олса, не олса да бұ менің ватаным. Қарт адам таяғына қавиже таянды. Сен бізні қалдыр. Біз сана артқач юк оламыз. Епіміз бұны білеміз. Сен өзіңні қинама, бар. Барда яқшы аят yolunu тап. Мен ise өз yolumны чоқтан таптым. Меканым мында. Мында сонки нефесімні алмақ істейім. Бұ босағамдан сонки адымны атмақ істейім. Бұ чешмеден сонки сув ютумны içmek істейім. Қартбаба да бір şey айтажақ еді, ама шу даққа оның жүрегіне санки пычақ ұрылды. Эллеріні көксіне басып, «Аллахым!» деп тынық сеснен ақ чекіп ерге серілді. Эпысы Сейтқалил Қартбабаның ятағы янында топлашып, екімні диқатнен динлейді. «Сізге шымды қасеветленмеге олмай, Қартбаба», яваштан деді екім. «Инфаркт пек чоқ күчіңізні алды. Шымды тек ратлық керек. Чоқча ятмақ керек». Қарт не дейжегіні білмей, башыны диварға чевырды. Джафернің yüzüне де қара бұлытлар тұшты. Көчмек меселесі бір қач афтаға четке чекіліп, планларыны бозайды. Амма олажаға чаре олмас. София саба ерте қартларыны қавеге чағырды. Амма олардан сес солуқ келмеді. Джафернің ачуы чықты. Ақлына бабасы кене форсалана, инатлық ете деген фікір келді.
Бірден қартларының одасына шықты. Қапыны қақты, ама Кене жевап келмеді. Джафер қапыны итерек açtı ve içeri kirdi. Анда ise Сейтқалил қарт баба Назмие қартананын янында отырып, сессізce acı көз яшлар төкейді. Таңда ихтияр қадының жүрегі урuvdan тоқтады. Медиевлерінің башына да бір musibet тушты. Birkaç günden ава inanılmaz derecede hoş еді. Kuşçıklar çivildeşmekte. Ukümran бар озыну kraliçe gibi duya. Etrafqa oy şavlelerini saça, yeşillikке yeşillik, güzellikке güzellik bağışlamakta. Tereklerinin bürleri de yanı mevsimni selamlamağa hazırlana. Ama ава ne kadar tırışsa da, bu bar Kırım için, en evvela Kırım Tatarlar için hiç de hoş degiledi. Yanı hakimiyet ve ayatnen razı olmagan korantalar öz evlerini taşlap, yanı yerde özüne mesken kıdırmağa keteydiler. Bazıları kaytmak umutlarının, bazıları ise artık umut bağlamadan yolga çıkalar. Merhumenin yedisi keçken son, Mediyevlerinin evi o günde yük maşinalar toqtaldı. Eşyalar acele jıyıla, maşinalarga yüklene. Vatanda sonki daqqalar. Vatanның vedalaşuf anları. Сейтқалил қарт баба omur arkadaşı ölgen son umutten kesildi. Sanki sonki tayançını joygan. Onun da canı dersin bir yerlerge uçup ketті. Doğmuş evinden ebedi ayrıla. O terin kokus keçirip tuğan azbarını Kene aylanıp çıkmağa istedi. Bağışla meni, dedi nihayet Сейтқалил қарт баба evine bakıp. Endi ne kalıp, ne de seni kurtarıp olam. Men sözümde turalmadım. Bilem. Ama men kırıldım. 1000 parçalarga bölündüm. Bu parçalar yerge tuşup yok oldu. Karşıdaki ev her şeyini anlagan gibi tenha turaydı. Divarlarına düşken kolgeler dersin olarını közyaşlardan saklaydı. Men bilem evim. Biz olmaganda horluk çektin. Ama her şeyge katlandın. Bizni bekledin. Sonra Kene biz için öz kapılarını gururnen açtın. Biz ise Kene ketemiz. Kayda yol tutamız. Manga hepsi bir. Canım mında kala. Umut etem, bir kun cesedim bu toprakta komulur. Қарт баба! Tez çapıp kelgen kichkene Aziz qartның fikirlerini kesti. Seni babam çağıra, biz ketmek kerekmiz. Сейтқалил torununu kucakladı ve Kene okur ağlamağa başladı. Қарт baba! Yavaştan fısıldadı torunu. Sen ağlama, menin bir planım var. Men balaban olsam, mında qaytırım. Evimizge de көз kulak olurum. Tek sen şimdi babama bunu aytma. Men başta өсмек керекім. Aziz cesaret ve eminliknen tolu qaverenki közlerini Сейтқалил қарт babasına tikledi. Kulağına yakınlaşıp, biz adımızını saklamazsak onu kim saklar? Dep қарт babasının kolunu tuttu. Maşinalar yolga çıktı. Ortalık ise en samimi, en sıcak ve ahenkli bala umudu ve işançenen toldu.